7 мамыр еліміздің қорғаныс қабілетінің кемелденгенін білдіретін мереке. 1991 жылы 25 қазанда Қазақстан президентінің жарлығымен Қазақ КСР-ның мемлекеттік қорғаныс комитеті құрылды. Кейін республиканың қорғаныс мәселелерін толық түрде жеке шешуге көшуіне байланысты Қорғаныс комитеті Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі болып қайта құрылды. 1992 жылдың 7 мамырында тәуелсіз елдің заңды құқықтарының негіздеріне және тәуелсіз мемлекеттер достығына қатысушы мемлекеттер арасындағы қол жеткен келісімдерге байланысты Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы шықты. Бұл жарлық бойынша Қазақстан аумағына орналасқан қарулы күштер өздерінің мүліктерімен қоса республиканың қарауына өтті. Жоғарғы бас қолбасшы ретінде қарулы күштерді басқаруды президент өз мойнына алды. Елбасынан басқа қорғаныс ісімен тікелей шұғылданатын алғашқы қорғаныс министрі болып генерал-полковник Нұрмағамбетов тағайындалды. Бұл күн Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрылған күні болып құрылғандықтан 7 мамыр отан қорғаушылар күні деп жарияланды. Аталған жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 3 жүйелі штаб, жаяу әскерлер, әуе қорғанысы күштері мен әскери теңіз күштерінің бас штабтары бекітілді. Аэроұтқыр күштерге жоғарғы бас қолбасшының резерві құзыры берілді. 2001 жылдан Қазақстан 4 әскери, орталық, оңтүстік, батыс және шығыс округке бөлінді. Бүгінгі күні Қазақстан өз азаматтарының әскери қызмет атқаруының жағдайы мен тәртібін дербес анықтайды. Өз аумағында әскерлердің, қару-жарақтың және техниканың орналасу мәселелерін шешті. Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне жалпы мақсаттағы күштер, әуе қорғаныс күштері, мемлекеттік шекараны қорғау күштері және де ұлттық гвардия мен ішкі әскерлер кіреді. Өз кезегіне қарай, қарулы күштер түрлі бөлімдерден және әртүрлі құрамалар мен арнайы әскерлерден тұрады. 20 жылдық қалыптасу кезеңінде ұлттық әскер күштері азаматтардың еңсесін тіктеп, еркіндігін кеңейтіп, аянбай еңбек етуде. Әскеріміз жаңарып, оның күш-қуаты жылдан жылға нығаюда. Бұл күн қайсар мінезді ата-бабамыздың жауынгерлік дәстүрінің заңды жалғас тапқан күні. Дәстүр бойынша, отан қорғаушылар күнінде Қазақстан Республикасының президенті кезекті әскери атақтар тағайындап, көзге түскен әскери қызметкерлерді марапаттайды. Мереке күні құттықтау рәсімдері өткізіледі. Бақытты боп жүргенім, сенің арқаң ұлы отан. Елім менің тірегім, құшағыңда гүл атам. Шығысыңнан арайлы күліп атқан құбатаң. Сенен бақыт тарайды баршамызға ұлы отан. Сарқылмайтын қуатым, тірегімсің сен отан. Мәңгі соғып тұратын жүрегімсің сен отан. Отан қорғаушылар күні құтты болсын.